Сәлем достар, бұл қазақша кооператив каналы. Сіздермен бүгін келесі тақырып ол конкуренттік анализ деп аталады. Жалпы біз конкуренттерімізді не үшін зерттейміз? Конкурент дегеніміз кім, е? Соған тоқталып өтсек, конкурент дегеніміз сіздің нарықтағы бәсекелестеріңіз. Ал конкуренттік анализді не үшін жасаймыз? Конкуренттеріңізден алған артықшылықты өзіңізге алу. Жалпы артықшылық дегеніміз ол сіз конкуренттерден алған артықшылықтарды және минустарды жинап, сол конкуренттеріңізден алған артықшылықтарды өзіңізге қолданып, минустар мен өзіңіздегі минустарды сіз қолға алып, онымен жұмыс жасап, оны да өзіңіздің артықшылығыңызға айналдыра аласыз. Жалпы аудиторияны не үшін зерттейміз? Оның өзінің этаптары бар. Сіз сауда саласында, өндіріс, қызмет саласында болсаңыз да, сіздің осы нарықтағы бәсекелестеріңіз бар, е? Жалпы біз конкурентті зерттеген кезде 5 конкуренттерді аламыз, яғни оның 3-еуі ресейлік, 2-еуі қазақстандық болады. Сол сіз конкуренттерді зерттеу барысында сіз өзіңізге артықшылықтарды ала аласыз. Және сіз сол артықшылықтарды ала отырып, өзіңіздің қандай да бір қызметіңізде клиенттеріңіздің жүрегіне жол табатын болсаңыз, сіздің клиенттеріңіз сізден сол өзіңіздің заттарыңызды алып, одан пайда көретін болса, сіздің жалпы клиенттеріңіздің саны артады және нарықта сіз мықты кәсіпкер бола аласыз. Бірінші, сіздің артықшылықтарыңызды табу үшін сіз өзіңіздің артықшылықтарыңызбен клиенттің көзіне түсе алсаңыз, сіздің клиенттеріңіз тұрақты болып қалатын болады. Екінші анализ ол сіздің ерекшеліктеріңізді табу. Жалпы әрбір жаңағындай қандай бір сала болса да, әр кәсіпкердің өзінің ерекшелігі болады. Мысалы, сіз мысалға бір бьюти салонды алатын болсақ, оның ішінде макияж, жаңағындай енді барлық услугалар бар ішінде, әйел азаматына керек услугалардың барлығы бар. Оның мысалы басқа конкуренттік салондардан айырмашылығы қандай болуы мүмкін? Мысалы, клиент келеді, ол өзінің уақытынан бұрын ерте келіп қойды делге. Жалпы оған келген кезде оның ішіндегі жаңағындай дизайны, оның ішіндегі цветовой палитрасы ерекше болса, оның ішінде отыратын орындықтар ерекше жұмсақ, жайлы болса, клиент ерте келген жағдайда оған жағдай жасай алатындай, ол жерде орын болса, арнайы оған кофе, шай ұсыналатындай, өзінің жаңағындай жасаған каталогтар болса, соны уақытша көруге бере тұруға, одан кейін сол бьюти салон бойынша ол әйел азаматқа керекті пайдалы ақпараттары бар кітапшаларды беру арқылы ол клиент өзіне керекті ақпараттарды алады және ол бьюти салонда басқа жаңағындай қыз-келіншектерге жарнамалау арқылы оның тұрақты клиентіне айнала алады. Үшіншісі, бізде табысқа жол ашу. Яғни сіз өзіңіздің артықшылығыңыз бен ерекшелігіңізді қоса отырып, сіз үлкен нарыққа жол аша аласыз. Кесте бойынша жұмыс жасалынады, ол кестенің ішінде қандай нәрселер бар. Мен соны сізге этап бойынша айтып өтемін. Яғни бірінші компания атауы, яғни біз қандай бір услугамен айналыссақ та, біздің компанияның есімі бар. Сол компанияның есімін сіз сол жерге жазып қою керексіз. Екінші, Инстаграм сілтемесі, яғни қазіргі таңда барлығымыз Инстаграм арқылы затымызды сатамыз, тауарымызды сатамыз, услугамызды сатамыз, қызметімізді сатамыз. Қазіргі таңда барлығымыз Инстаграм бойынша өз өнімдерімізді сатамыз. Сол бойынша біз Инстаграм сілтемемізді жазып қоюымыз керек. Ол конкуренттік. Үшіншісі, сайт. Сіздер Инстаграмға кірген кезде профилдарын қарасаңыздар, сол жерде тап линк болмаса тилда деп тұрады ағылшынша. Соны басып қараған кезде жалпы ол кісі туралы толық ақпараттар сол жерден ала аласыз. Қандай? Ол мамандырған сертификат болуы мүмкін, ол болса мына көптеген жерлерде оқуы мүмкін, оның услугасы осынша теңге тұруы мүмкін деген сияқты барлық ақпараттарды ала аласыздар. Төртінші, орта чегі. Жалпы кәсіпкердің орта чегін қалай анықтаймыз? Орта чек дегеніміз ол массаж саласында болса, жаңағындай макияж саласында болса да, егерде ол курс оқытатын болса, сол 3 курстар өзі пакетке бөлінеді. Егерде стандарт, премиум, VIP пакет болса, сол 3 пакетті қосып 3-ке бөлсек, оның орта чегі шығады екен.
Ал егерде оптом тауармен айналысатын кісілер болса, оның ең ходовой тауары қандай, және сол тауарының минимальный суммасы қанша теңгеден бастап сатылатынын соны жазып қойға болады екен. Егерде басқа бір затпен сатумен айналысатын болсаңыз, сіздің ең төменгі ценаңыз қандай, сол ценаны жазып қоя аласыз. Бесінші, өнімнің қандай түрлері бар, иә? Жалпы сіз қай салада болмасын, сіз өзіңіздегі өнімнің ассортименттерін, жалпы қандай түрлері бар екенін көрсету керексіз. Мысалы, киім болса, әйелдерге арналған, ерлерге арналған, балаларға арналған деген сияқты, иә? Мысалы, жаңағындай массаж курсы болса да, балалар курсы, ересектер курсы деген сияқты. Болмаса осындай жаңағыдай диагнозы бар балдарға арналған курс деген сияқты сондай бір өзіңіздің қандай бөлімдері бар сізде, жалпы соны сіз айтып өту керексіз. Алтыншы, сіз курс сататын болсаңыз, онда программасын жазып қойыңызға болады. Ал егерде курс сатпайтын болсаңыз, онда программасын жазудың қажеті жоқ. Жетінші, қосымша қандай арзан өнімдері бар. Егерде сіз массаж курсын жасайтын болсаңыз, сізге келетін студенттерге сіз арзан өнімдеріңізді бере аласыз. Яғни біріншісінде тегін бересіз, одан кейін келесі өнімдерін сата аласыз. Мысалы, біріншісінде сіз не беруіңіз мүмкін, балаға массаж барысында жағатын майларды сыйлыққа беруіңіз мүмкін. Одан кейін сіз ортопедиялық ковриктерді сіз ол кісіге сатуыңыз мүмкін, сонда әр кәсіпкердің қазіргі таңда мысалы үлкен торговый домдарға, сулпак, жаңағындай технодомдарға барсаңыздар да солай жасайды. Бір затты тегін береді, одан кейін затты сіз ақылы түрде сатып ала аласыз, және олардың товар обороттары үнемі байланыспен түсіп, товар обороттары жүріп. Клиент күмәнін қалай жабады? Барлығымыз клиент ретінде қазіргі таңда не зат сатып алсақ та бәріміз күмәнмен қараймыз, аяқ киім сатып алсақ та ол ұзаққа жарай ма, ол жыртылып қалмай ма, оның тігісі қандай, кожасы мықты ма деген сияқты, жүріске шыдай ма деген сияқты. Болмаса біз басқа бір тауар сатып алсақ, мысалы ноутбук сатып алсақ та қанша уақытқа жарайды, бұның ішіндегі жаңағындай версиясы қандай деген сияқты. Мысалы антивирус орнатса қанша уақытқа дейін жүреді деген сияқты. Осындай күмәндарымызды біз өзіміз конкуренттерімізге как клиент ретінде айту керекпіз, клиент ретінде ол кісілерге жазып, мысалы копирайтер болса, сіз қаншаға жазып бересіз текстті, егер сіз текст жазып берсеңіз, маған заявка келе ма, келмесе не істеймін деген сияқты. Сондай өзіңіздің күмәндарыңызды қойып, егер сіздің күмәндарыңызды толық жауап берсе, ол сұрақ сізге ұнаса, маған жауап ұнады, менің ойымдағы күмәндарымды жапты. Егерде сіздің күмәндарыңыз жаба алмаса, мен сұрағыма толық жауап бере аламын. Тоғызыншы, тауар немесе қызмет бойынша артықшылықтары қандай, мысалы сіздің қандай бір артықшылықтарыңыз болуы мүмкін. Мысалы сіз тегін доставка жасай алуыңыз мүмкін, официальный дилерствоңыз болуы мүмкін, болмаса бір логистикалық компаниямен жеткізіп беруіңіз мүмкін, сіз арнайы келісімшартпен жаңағындай тауарларыңызды жеткізіп беріп, келісімшартқа отырып деген сияқты. Сонда сіздің артықшылығыңыз, сіз маман шығарсыз, сертификатыңыз бар шығар, курс оқытатын шығарсыз, мысалы 2000 мысалы баланың сауығына көмектескен шығарсыз, жаңа массаж жасау курсында. Сол сияқты сіздің артықшылықтарыңыз қандай, өзіңіздің 10 артықшылығыңызды жазасыз. Және конкуренттің 10 артықшылығын, конкуренттің тағы 10 кемшілігін жазасыз. Сол 10 артықшылықты өзіңізге алып, кемшіліктермен жұмыс жасап, кемшіліктерді де артықшылыққа айналдырыңыз. Бірінші, қандай жолмен сатады? Яғни, сіз конкуренттеріңізді зерттегенде көресіз, ол сторис арқылы сата ма, ол контент план жасап қойып, сол күнделікті продающий посттарын салып отырып сатады ма? Сіз инстаграмға кіріп зерттеген кезде ол барлығы белгілі болады. Егерде сіздің таңдаған конкурентіңіз өте мықты, саудасы күшті жүретін болса, сіз соның сторис арқылы сатып жатыр ма ол, әлде контент план бойынша құрып, өзінің посттары арқылы сатып жатыр ма, әлде таргет жіберді ма, инстаграм продвижение жасады ма, сол конкурент қалай не нәрсе жасап сатып жатыр, сіз соны тек өзіңізге алып, соның жасаған өзіңізде жасап көре аласыз. 12-ші, скидкаларды қалай қолданады? Мысалы, скидкаларды біз қандай жағдайда қолдана аламыз, бір мереке қарсаңында, болмаса бір курстың ашылу салтанатына байланысты көптеген скидкалар қойып жатады, болмаса бір кабинеттің ашылуына байланысты, болмаса бір осындай бір 5 жылдық толған мерекесіне байланысты осындай скидкаларды қолданып жатады. Мысалы, курсқа алғашқы қатысқан 50 адамға 50% жеңілдікпен десе, ол уже клиентке өтетін тақырып,
осыны қолдану арқылы олар өзіне көптеген өзінің оқырмандарын, өзіне курсына келетін адамдарды жинап алуына өте жақсы мүмкін. Анализ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Нарықта конкуренттеріңізді зерттеп көріңіз. Сауда болсын, өндіріс болсын, қызмет болсын, қандай қызметпен айналысасыз, қандай бизнеспен айналысасыз, сол бизнесіңізде өзіңіздің конкуренттеріңізді зерттеп көріңіз. Егер де конкуренттеріңізді зерттемеген болсаңыз, сіздің табысыңыз конкуренттеріңізге қарағанда өте аз болады. Неге? Өйткені сіз конкуренттеріңіздің қалай жасап жатқанын, қандай артықшылықтары барын білмесеңіз, оны өзіңізге алып, сол бойынша жұмыс жасамасаңыз, сіздің клиенттеріңіз конкуренттерге қарағанда аз болады, және конкуренттеріңіздің сізге қарағанда табысы 2 есе өсіп, сізден алда болатын болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі сабақта сіздерге жалпы аудиторияға арналған жазуды көрсететін боламын.